Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы мен қатысушылар. Менің отаныма менің бастамам жобасы бойынша қайта өрлеу повесі номинациясына осы жобаны дайындап келген болатынмын. Менің аты жөнім Сагентай Жансия, нөмір 53 мектеп гимназиясының 10-шы А сынып оқушысымын. Өзім өнер адам болғандықтан жұмысымды суреттер сөйлейді деп атаған болатынмын. Мен алдымен өз алдыма бірнеше мақсат мен міндет қойған болатынмын. Біріншісі ол оқушылар арасындағы кітап оқуға қызығушылықты арттыру, және де осы қызығушылықты арттыру үшін әдебиеттегі шығармаларды манга және фанфик арқылы қайта жаңғыртып, оларды танымал ету, және де осындай ортақ қызығушылығы бар ұйым құрып, осы ұйым бізде манганы салады. Ең алдымен сіздерге манга мен фанфик туралы қысқаша айта кеткім келеді. Манга ол жапон термині, яғни ол комикс, мультфильм және де қызықты эскиздер деген мағынаны білдіреді. Егер бірінші суретке қарайтын болсақ, онда біз Жапонияны басып алу және одан кейінгі кезеңдерді байқай аламыз. Сонымен қоса манганың пайда болуына ақш-тың мәдени құндылықтары әсер еткен болатын. Сондықтан да ол әр қарай манганың түрлі түсті болуына және де басқа стильдердің пайда болуына әсер еткен болатын. Біз манганы аудитория шегіне қарай үш топқа бөлеміз. Біріншісі ол сенен манга. Ол көбінесе жасөспірім ұлдарға арналған, және де онда шайқастар, достық, сонымен қоса шытырман оқиғалар көрсетіледі. Келесі ол сёдзе манга. Көбінесе ол жасөспірім қыздарға арналған, және де онда романтика, сезім мен қарым-қатынасқа көп назар аударады. Үшіншісі ол комода манга. 4 жастан 10 жасқа дейінгі оқушыларға арнап жазылады, және де онда моральдық сабақтарға назар аударады. Келесі ол фанфиктер. Фанфик ол манга фанаттарының жұмысы, және де фанфик салатын кезде адамдар манга мотивтері бойынша салады, бірақ та кішкене өзгертулер енгізіп, оның оқиға желісінен тыс жағдайларды дамытады. Келесі, әрине манга салғанда бізге міндетті түрде сурет салу білу керек. Сондықтан да мен сіздерге қысқаша кеңестер айта кеткім келеді. Біріншісі ол манганың көркемдік стилін түсіну. Яғни адамдар, негізі мангакалар адамдардың сезіміне және де олардың эмоциясына қатты назар аударады. Сондықтан да көбінесе адамдардың түр әлбетін өзгертіп салғанын байқай аламыз. Келесі ол әртүрлі стильдерді үйренеміз. Яғни манга тек қана бір стильмен шектелмейді, онда чиби, сюрреализм сияқты басқа түрлері болады. Келесі ол бізге міндетті түрде материалдар керек болады. Біріншісі ол диджитал, яғни компьютерде сурет салу, екіншісі ол дәстүрлі қағаз бен фломастер қолдана салу. Үшіншісі ол анатомия салып үйрену керек, яғни сурет өте динамикалық әдемі көріну үшін бізге адамдардың қимыл қозғалысын білу керек, және де осыны салған кезде біз қарапайым пішіндерді қолдана аламыз. Сонымен қоса міндетті түрде осы кеңестерді қолданып, біз өзіміздің сурет салу қабілетімізді дамытуымыз керек, және де тәжірибе жасаудан қорықпауымыз керек. Келесі осы кеңестерді қолдана отырып, мен өз мангамды салам деген шешімге келген болатынмын. Қарасаңыздар, және де осы қатарластарымды кітап оқуға қызықтыру үшін мен ертөстікті салған болатынмын. Осындай суреттерді мен жалғыз өзім салмаймын. Бізде мектепте ұйым бар. Осындай ұйымымыз әдебиеттегі шығармаларды манга қылып салады, және де балаларға оқуға береді. Ал балалар болса осы мангаларды оқып, оның қай кітаптан алынғанын айтады. Ал дұрыс тапқан балаға біз суреттерді сыйға береміз. Біздің ұйымдағы балалар өте белсенді, және де олар әртүрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүр. Келесі осындай манга сурет салу жанрына бізге өте көп балалар қызығады. Көбісі біздің ұйымға кіргісі келетін туралы айтады, және де болашақта біз осындай ертегілерді манга түрінде салуға алдыға мақсат қойған болатынбыз. Сонымен қоса біз балалардың қызығушылығын білу үшін мектепте сауалнама өткізген болатынбыз. Егер статистикаға қарайтын болсаңыздар, біздің мектепте мангаға қызығушылық жақсы көрсеткіштерді алып жатыр. Мысалы, ең біріншісінде бізде көбінесе 14-15 жастағы жасөспірімдер қызығатынын байқаймыз. Ал көк түсті берілгенде 50% астам оқушылар осындай жанрға қызығатынын айтады, және де көбірек оқығысы келетінін жазады. Сонымен қоса сұрастырылған адамдардың ішінде көбінесе Токийский гуль, Наруто, Атака Титан, One Piece сияқты мангаларын оқығанын айтады. Сонымен қоса, егер сіздер білмесеңіздер, бізде де Қазақстанда осындай комикстерді салады. Олардың негізгі баспагері Хан Комикс, олардың Қазақ Мен, Мерген, Ермек Батыр, Физика, Еркетай сынды жұмыстары бар.
қорытынды осындай сурет салу балдардың фантазиясын және де шығармашылық қабілеттерінің дамуына көмектеседі. Сонымен қоса осындай манганы салу адамдардың мәдени құндылықтары мен әдеби шығармаларға ізденушілікті ашады. Және де осындай сурет салу ұйым құрылуы адамдардың арасында қарым-қатынастарды жақсартады және де олар бірге қызықты уақыт өткізеді. Ал осымен мен жобам аяқталды. Назарларыңызға рахмет.